сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 07 біз бастаймыз бағдарламасында алғашқы қонақтарымыздың бірімен танысатын боламыз. Ендеше құрметті біздің қонағымыз, өзіңді таныстырып өтсең, қандай спорт? Менің спортым самбо, мен атым Мирас Жұбан, мен жасым 14-те. Керемет. Жұбан, жалпы сен осы бағытқа қалай келдің? Өзіңнің қалауыңмен ба, жоқ әлде ата-ананың қалауымен ба? Жоқ, мен балдармен жүрдік и бір уақытта өзімізді улучшать етуге талпындық. Сол себепті біз осы оқушылар сарайына барып совет сұрадық, қандай үйірмеге қатыссақ болады деп. И сосын самбо үйірмесін таңдадық общий балдармен. Неге тек қана самбо? Неге бокс емес, неге күрес емес? Самбо, білмеймін, күрес өзім неме жаныма жақын емес. Жақынырақ. Сол үшін самбоны таңдап отырсың? Иә, сол үшін самбо. Сонда самбо мен күрестің арасында қандай ұқсастық бар? Ұқсастық дегенде екеуі почти бірдей, бірақ самбода кішкене более интенсивный, более қозғалғыштық, сондай. Түсінікті. Жалпы осы самбо барысында қанша жылдан бері қатысып жатсың негізі? Осы 1 жыл болып қалды. 1 жыл болып қалды. Қандай қызықты оқиғалар болды? Қызықты оқиға. Скучно өтіп келесің, жаттығып кетесің. Жоқ, мен өзім сыныптастарыммен барам. Сол себепті өте қызық, анда арасында ойнаймыз, еркін жүреміз. Басынан бәрін танығасын. Потом жайлап танысамыз, күн сайын көрсеміз, қалайсың, қал жағдай сұраймыз. Қандай жетістіктерің болды самбо бағыты бойынша? Осы СК Орал дейді, спорт комплекс Орал. Сонда облыстық жарыс болды. Мен бірінші жарысым алғашқы. Сонда мен облыс бойынша 3-ші орын алдым. Бірінші жарысымға. Керемет. Ең бірінші жарыс. Керемет. Қандай сезімде? Қорықтың ба? Ең басында қорықтым. Аналарға күресіп жатқан кезде. Мандраж деген болды. Мандраж болды. Самбода басқа спорт түрлеріне қарағанда ерекшелендіріп тұратын қандай талаптар болады? Талаптар деген самбода мысалы барлығын жасауға болады. Тек удушающий деген бар, соны жасауға болмайды. Өйткені білмеймін не екенін, бірақ сол ережесі сондай. Анда барлық приемдар бар, только удушающийден басқа. Жалпы өмірге қойған, алға қойған мақсатында самбоның қатысы бар ма, или болмаса басқа бағытқа кеткің келе ма? Негізі бар, самбодан чемпион болғым келді. Бірақ уже по профессии уже мен басқа мамандықпен кететін бар. Кім сонда? Тіс емдейтін, дантист, стоматолог. Ендеше достар, осымен бүгінгі бізден 07 біз бастаймыз айдарындағы біздің алғашқы қонақтарымыздың бірі Мираспен біраз талқыладық деп ойлаймыз. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Мирас өзіне ұнады ма? Ұнады өте. Давай, удачи. Всем пока! Пока.